1945 жылы 24 желтоқсанда Америкада бір отбасының өмірін мәңгі өзгерткен жұмбақ оқиға болды. 4 Джейн Солди есімді ерлі-зайыптылардың 10 баласы болған, бірақ сол түні олардың 5 баласы із-түзсіз жоғалып кетті. Оқиға Рождество қарсаңында отбасы үйден ұйықтап жатқан. Түні ортасында ата-анасы үйден бір түрлі дыбыстар естігенін айтты. Кенет үйдің төменгі қабатында өрт шықты. Джордж балаларын құтқаруға тырысып баспалдаққа қарай жүгірді. Бірақ үйдің іші қою түтінге толып кетті еді. Ол балаларын оятуға тырысты, алайда 5 баласын жете алмады. Өрт сөндіргеннен кейін ата-анасы ең қорқынышты нәрсені байқайды. 5 баласының денесі үйдің ішіне таба алмады. Егер балаларын өрттен қаза тапса, олардың сүйектері қайда? Ата-анасы бұл жағдай ғана өрт емес деп күдіктене бастады. Олар балаларын біреу ұрлап кеткен болуы мүмкін деп есептеді. Тіпті үйдің жанында баспалдаққа жоғалған телефон желісі үзілген сияқты мүмкін жағдайлар да болған. Кенет ата-анасы газеттен хабарландыру береді. Жоғалған балалар. 5 баланың суретін жариялады. Ал төбенде олар ұрлап кетті ме, өлтірді ме, әлде олар жұмбақ түрде жоғалып кетті ме деген сұрақ тұрды. Соны ең қорқыныштысы 5 баланың тағдыры нақты анықталған жоқ. Олар шынымен өрттен қаза тапты ме, әлде біреулер оларды сол түні ұрлап кетті ме? Бүгінгі дейін бұл оқиға нақты жауап жоқ.